баланың таңдау құқығы, яғни әкесімен тұра ма, жоқ шешесімен тұра ма? Ассаламалейкум достарым. Бүгін жалпы бала құқығы туралы болады. Яғни, егер ерлі-зайыптылар ажырасса, бала кіммен тұрады? Және баланың әке емесімен, жоқ шешесімен тұратын тұрғылықты жерін таңдау құқығы туралы тақырып қозғайтын боламыз. Негізінен мына атам заманында ажыраспаған, қазақтар ажыраспаған. Қазақта жесір деген бар. Әйел, жесір аты бар әйелдің. Жесір әйел деген кім? Күйеуінен айырылған, яғни күйеуі қайтыс болған. Бірақ қазақта ажырасқан әйел дегенге аты жоқ болған. Мен сенбеймін аты табылмағанына қазақтың. Ол кезде ажырасу деген жоқ болған. Мына отбасының ішінде болған барлығы. Не де болса да, сол киіз үйдің ішінде басталған ұрыс сол киіз үйдің ішінде аяқталатын еді. Бірақ қазіргі таңда ситуация басқаша. Статистикаға жүгінсек, бір жылда 100% үйленгендердің 60% ажырасып жатыр. Өкінішке орай статистика өтірік айтпайды. Ал енді осыны ажырасқандардың ішіндегі ең қатты опық жейтін, ең қатты кесір жейтін кім? Ол әрине бала. Балаға ана да керек, әке де керек. Бірақ қазіргі қоғамда біз баланың алдына таңдау қоямыз. Яғни әке мен шеше 1 жыл, 2 жыл тұрып бала туып, одан кейін ажырасып жатады. Болмаса 10 жылдан кейін ажырасып жатады. Балаға таңдау қояды. Сен кіммен тұрасың? Кіммен тұрғың келеді? Анаңмен бе, әкеңмен бе? Сонда бала кімді таңдау керек? Осы туралы бүгін талқылайтын боламыз. Егер тақырып қызық болса, каналда қалыңыздар, әлі жалғастырамыз. Әрине, балаға мұндай кезде оңай емес. Яғни, бала кіммен тұрғысы келетін таңдауы өте қиын, психологиялық жағдайдан. Ал бұл жағдайда заң не дейді? Қай заңға жүгінуіміз керек? Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексіне жүгінеміз. Бұл кодексте не делінген? Бұл кодексте былай делінген. Бала 3 жасқа дейін анасымен қалады. Себебі 3 жасқа дейін бала емшекте болуы мүмкін. Балаға уход, жаңағыдай анасының уход керек. Қарау керек мама анасының. Сондықтан 3 жасқа дейін бала қай жағдайда болмасын анасымен қалады. Ал 3 жастан кейін 10 жасқа дейін егер дау болатын болса, ол сотпен шешіледі. Мына жерде қазір суреті шығады. Мысалға, бала 3 жасқа толды делік. 3 жасқа толғаннан кейін анасымен тұрды баласы. Бірақ әкесі айтады, мен осы балаға дауым бар. Анасымен тұрғанына мен қанағаттандырылық емес. Анасы дұрыс тәрбие бермей жатыр. Менімен тұрсын. Мен үйіме алғым келеді. Мен осы балаға тәрбие бергім келеді дейтін болса, онда қалай болады? Бұл кезде әкесі сотқа беруі мүмкін. Яғни баланың тұрғылықты жерін әкесімен анықтау туралы арыз беруі мүмкін. Бұл кезде сот қалай қаралады? Бірінші кезекте баланың жағдайына қарайды. Баланың жағдайын кім жасай алады? Әкесі ме, шешесі ме? Ол бірінші. Екінші нұсқасы, бала психологиялық тұрғыда травма ала ма, алмай ма, соған қарайды. Үшінші жағдайда балаға кім тәрбиені жақсы бере алады, соған қарайды. Төртінші жағдайда бұл соттасып жатқан кезде міндетті қорғаншы, қамқоршы органының мүшелері қатысады. Солардың қорытындысына қарайды. Одан кейін прокурордың қорытындысына қарайды. Одан кейін психолог зерттейді келіп, яғни анасымен бөлек сөйлеседі, әкесімен бөлек сөйлеседі, баламен бөлек сөйлеседі. Одан кейін бөлек бәрімен сөйлесіп, бірге сөйлеседі. Яғни баланың бауыр басып қалуын анықтайды. Егер бала анасына бауыр басып қалса, анасымен қалдырсын деп қорытынды береді. Әкесіне бауыр басқан болса, әкесімен қалсын деген қорытынды береді. Одан кейін үйінің жағдайын есептенеді. Үйі, жаңағындай кімді үйі бар, кімнің осы балаға жағдай жасай алады, және қаржы жағынан кім балаға қамтамасыз ете алады. Осының барлығын зерттей келе сот шешімін шығарады.
әкесімен тұра ма, баласы шешесімен тұра ма деген қорытынды аяғындағы вердиктті әрине сот шешіп беретін болады. Бұл сотқа байланысты нәрсе. Мен сізге тек заң жағын айтып отырмын. Әділеттілік жағы өзіңіз шешіп аласыз, қайсы әділ болатын. Баланың әкесімен қалғаны ма, шешесімен қалғаны ма? Ол сіздің өз пікірлеріңіз әрине. Ал бала 10 жасқа толғаннан кейін қалай болады? Тағы да заңға жүгінейік. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексіне сәйкес бала 10 жасқа толғаннан кейін баланың таңдау құқығы пайда болады. Яғни әкесімен тұра ма, жоқ шешесімен тұра ма? Баланың таңдау құқығы пайда болады. Баланың таңдауын сот ескереді. Баланың таңдауын ескере отырып, бағана айтқан құжаттардың бәрін зерттей отырып, сот шешімін шығарады. Я баланың тұрғылықты жерін әкесімен анықтайды, я шешесімен анықтайды. Түсініңіздер ғой. Заңына келетін осылай болады. Бірақ менің тілейтінім, бұндай видеоны енді сіздерге пайдалы болса бөлісе отырыңыз, лайк, подписка баса отырыңыз. Бірақ осы видеоны сізге көруге енді мәжбүр болмайды деген үміттемін. Осы менің берген кеңесім сізге жағана кеңес болады деген үміттемін, өмірде қолданбай. Не де болса да баланың жағдайын ойлап, отбасын сақтап қалудың амалын табайық. Мына ағзубилля шайтанның ең басты мақсаты отбасын бұзу дейді. Отбасын бұзу арқылы талай күнәларға көзді ашады, жол ашады. Әйелге де, ерге де. Сондықтан ағзубиллахтың уәсуәсіне көнбей, оған жол бермей, отбасымызды сақтап қалуға тырысайық ағайын. Бүгінгі ақпарат осындай. Егер пайдалы болса, астына комментарий, тіркелу, подписка ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.